Assalamualaikum, құрметті көрермендер. Менің атым Жол Арымсын. Бүгін біз сіздердің ақшта тұратын қазақ достарыңыз сізге айтпайтын нәрселер туралы сөйлесеміз. Көптеген қазақстандықтар Америкадағы өмірді арман көреді. Байлыққа, молшылыққа және шексіз мүмкіндіктерге толы ел деп ойлайды. Әлеуметтік желілерде зәулем үйлердің және жаңа көйлектердің және әдемі демалыстардың суреттері толып тұр. Бірақ сіздің ақшта тұратын қазақ достарыңыз шын мәнінде қаншалықты қиын екенін айтпауы мүмкін. Біріншіден, ақштағы өмірдің жасырын қиындықтары. Америкаға көшу үлкен сынақ. Көптеген иммигранттар жақсы өмір күтіп келеді. Бірақ жоғары өмір сүру күні, ауыр жұмыс және жалғыздық сезімі оларды таң қалдырады. Қазақстанда адамдар жанұялық және достық қарым-қатынасқа үйренген, ал ақшта адамдар әлде қайда жеке және тәуелсіз. Әркім өзі жұмысымен айналысады және жаңа ортада жақын достар табу оңай емес. ақштағы ең үлкен қиындықтардың бірі өмір сүрудегі қымбатшылық. Жалға алу, медициналық қызметтер және білім алу өте қымбат. Жақсы табыс тапқан адамдардың өзі көбіне несие мен қарызға тәуелді. Көптеген қазақстандықтар 2-3 жұмыс істеп, кейде 2-3 жұмысты қатар атқарады. Бірақ бұл туралы ашық айта бермеді. Себебі оны ұят санайды. Екіншіден, неліктен олар туралы айтпайды? Қазақ мәдениетінде абырой мен бедел өте маңызды. ақштағы өмірдің қиын екенін мойындау сәтсіздік сияқты көрінуі мүмкін. Сол себепте көп адамдар өз қиындықтарын жасырады. Әлеуметтік желілерде тек жақсы сәттерін бөліседі. Олар тар пәтерде тұруы, ескі көлік айдауы, немесе өздерін жалғыз сезінуі мүмкін. Бірақ интернетте олар өзін табысты адам ретінде көрсетеді. Бұл жағдай шындықты бұрмалайды. Қазақстандағылар мұнда көріп, мұны Америкадағы өмір керемет деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде көптеген қазақ иммигранттары үнсіз қиналып жүр. Кейбірлері ақшқа көшкеніне өкінеді, бірақ бұл туралы айтуға жүрексінеді. Үшіншіден, армандағы елдің шындығы. Америка көптеген мүмкіндіктер ұсынғанымен, ол үлкен еңбекті, стрессті және құрбандықты талап етеді. Бұл бір түнде байып кететін сиқырлы ел емес. Мұнда табысқа жету үшін жылдар бойы еңбектену керек. Тіпті бұлай естігенің өзінде бақытты болуыңызға кепілдік ешкім бермеді. Егер сіздің ақшта тұратын достарыңыз немесе туыстарыңыз болса, әлеуметтік желідегі жалған жылтыр суреттерге сенбеңіз. Олардың өмірі туралы нақтырақ сұрап көріңіз. Мүмкін шындық сізді таң қалдыратын шығар. Маған құлақ асқандарыңыз үшін рахмет. Алла жар болсын. Сау болыңыздар.